сіз түсінбей отырсыз. Екеуіңіздің сөзге келіп қалуларыңыздың арасында кесірі мен лишний болып отқан сияқты. Мен кешелі бері мысалы сөйлескенде де инстаға да Санатжанның бір мені өтірік айтып жатсың, сен өтірікшісің деген сияқты қылып, сол менің намысыма анам айтып жатыр, неге біреудің сөзіне сеніп жатыр, неге саған сенбейді деген. Маған, если честно, бәрібір да. пікір айттық Назерке екеуіне ше. Одан кейін уже ол ата-анасымен көрсетілген үзінді видеосын көрді. Егер де сіздерге фактпен алып келген болса, менде де факт бар, что қалайсыз? Өте керемет. Бір жұмбақ хикаяны шештіңіз ау. Енді себебі құрметті біздің көріп отырған көрермендер бар, барлығы енді барлығы емес енді. Біраз адамдар комментарийда жазып жатады. Осы сөйлей береді деген сияқты енді хейт айтады. Мен оған сынып қалмай, мен оған мән бермеймін. Жай ғана бұл жол жаздым. Енді бұл жолды жазба деп айтса, ертең басқа нәрсе ойлап білемін, Құдай қаласа. Жалпы енді соның бір түйінім, не түйініңіз енді? Осы оқиғаны. Әңгіменің ашығын айтайын, бұл жерде қазір емес, сол кезде Бикештің үміттеніп қалғанын айтамын. Себебі қыз үміттену үшін қыздың қиын жағдайында жігіттерді көмегін берді, көлігімен алды, қаланың сыртына апарып көмегін берді. Оның өзі қыздың үміттенуіне жеткілікті себеп деп ойлаймын. Және де кейін Санатжан арада 1-2 күн өткеннен кейін Мерейге қарай сезім білдірді. И оны көрген Бике қайта одан кейін сөзбен шағып, тиісіп жүрді. И кеше жарылды деп ойлаймын. Бірақ ол дәл қазір оның сезімі бар деген сөз емес. Просто ол іштей қалып кеткен сондай бір гештальт деп айтады ғой. Кезінде бір болмай қалған бір өкпе реніштің ызаның шығуы кеше. Санатжанның оған бір кінәсі жоқ па? Санатжанның кінәсі менің ойымша любой жігіт көмектеседі. Любой жігіт барып қиын жағдайда көмек сұрап тұрса, қыз баласы әсіресе осындай семейный жағдай деп айтып тұрса, ол көмектеседі деп ойлаймын. Және де бұл жерде оның кінәсін көріп тұрған жоқпын. Бұл жерде уже екінші тарап. Үміттеніп қалуында болып тұрмыз. Түсінікті. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар, жақсыздар ма? Бүгін что-то күнім абыр-сабыр болып кетті, дымға үлгермедім. Бір-екі тойлермен жолығып болғаннан кейін қазір лак, шашқа керек дүниелер, в целом заттарымды алуға Кивановға келдім. Шашымды қатыруға, в целом сондай лак, гельдер алып, басқа да дүниелерді алып, керек жарықтың барлығын Кивановдан аламын. Всегда сондықтан да Кивановға келсеңіздер болады, барлық керек дүниелерін барлық сіздерге осында айтып береді. Кивановға келсеңіздер, в целом енді көбінесе бұл жақта қыздар қауымы жүреді ғой. Сондықтан да өздеріңіздің бет күтімдеріңізге арналған барлық брендтерді таба аласыздар. Корейский бағана қандай аласыздар, сол кейбір дүниелердің барлығына 20% скидкалар болып жатыр екен. Барлық сөрелерден өздеріңізге керек дүниелерді осы жақтан келіп тапсаңыздар болады. Барлық консультанттар сіздерге барлығын подробно айтып беретін болады.